Армысың қазақ елі, менің аты жөнім Жәмилә Бурабаева. 5 қаңтарда 2022 жылы маған оқ тиген. Ауыр жарақат алып бірнеше отадан кейін мен қазір мүгедекпін. Сап-сау шауып жүрген адам едім. 3 баланың анасымын. Сол ота жарақат алғаннан кейін мен екі дүниенің ортасында болдым. Шынымды айтайын, әне кетем, міне кетем деп жүрдім. Енді сондай не болған, жағдай болған. Енді кішкене мынау жағдайым түзеліп, коляскамен жүре аламын, коляскамен жүремін. Сол қаңтарда жазаланып, сотталып жатқан азаматтардың соттарына үнемі барып жүрмін, қалмаймын. Өйткені мен оларды жазықсыз сотталып жатыр деп ойлаймын. Олардың ешқандай кінәсі жоқ. Соңғы кезде маған бірнеше адамдар қайта-қайта телефон шалып мазалап жүр. Басында бір адам хабарласқан, кейін телефонды алмайды, звондасам, оларды маған телефон шалады, телефонын алсам, тастай салады. Сонда сол біреуінің айтқан сөзі, менің телефонымды ол адамға Голландиядан босқын мәртебесін сұрап жүрген Зубайда деген адам менің телефонымды беріпті дейді. Мен Зубайда деген адам танымаймын, ол кісі де мені танымайды, мүлдем. Мен білмеймін ол кісіні. Мұхтар Әблязовты да танымаймын. Егер сондай маған бір бәле жауайын деп тұрса, мен бірден айтып қояйын. Мен де ондай ешқандай партияда жоқпын, ешкімге табынатын адам емеспін, мен өзім жүрген адаммын. Ешқандай заңды бұзған емеспін. Менің бала-шағам 3 баланың анасымын. Менің бала-шағам өте тәрбиелі, жамандық іс-әрекетке бармайтын адамдар, бармағанда темекі шекпейді, арақ ішпейді. Дұрыс тәрбие көрген балалар. Енді мен сол соңғы осы мамыр айынан бері соттардан қалмаймын. Әр сотқа барып қолдап жүрмін. Ол азаматтарды қолдаймын да. Өйткені мен ондай қолдаған бір қылмыстық іс деп ойламаймын. Ол менің өзімнің сондай көз қарасым. Мен өзім басымнан мен кінәсіз, ешқандай кінәм жоқ. Маған оқ тигеннен кейін басым өткен соң мен білемін, оларда адамдардың кінәсі жоқ екенін. Сол адамдар маған телефон шалып, түн ішінде телефон шалады. Бүгінге мысалы кеше тыныш болып қалып еді, бүгінде телефон шалды. Мен алған жоқпын. Енді мен көтермеген соң анонимный деп телефонын жасырып, жасырын номермен телефон шалады. Солардың ішінде анау get контакт деген бар ғой, сонымен определитель. Сонымен мен бір адамның басқасының да таптым енді. Ат жөндері жазылған, қалай жазылған. Біреуінің аты өте жаман сөз екенін айтпай-ақ қояйын. Соның ішінде біреусі Аманова Ақбота деген келіншек екен, следователь, полиция жұмыс істейді екен. Сойы жазылған сол get контактта. Следователь, полиция деп тағы бір дегенде әйтеуір полициямен қатысты. Сондай адам екен. Содан кейін біреусінікі қажы дейді, біреу мен Болат Төретамнан едім деп хабарласты. Мен енді менің ойым, қазіргі осындай маған жасалып жатқан әрекет, ол биліктің маған деген арам пиғылы деп ойлаймын. Сол мен анау азаматтарды барып қолдап жүрген үшін. Оның несі заңсыз екен? Адамдарды барып қолдау заңсыз ба? Несі заңсыз? Мен соны түсінбедім. Мен осы бала-шағама, маған бір провокация жасалған болса, сол менің гражданская позиция дейді ғой. Сол менің гражданская позициям үшін, что мен барып адамдарды сотқа барып қолдаған үшін. Мен қолдап жүрмін, қолдаймын да. Мүмкіндігім келгенше, денсаулығым жеткенше. Мен енді айтарым осы, мен негізінде маған сондай мазалап мені қоймай жүрген адамдарға айтарым. Мен генеральный прокуратура Алматы қаласының прокуратурасына, департамент полиция Алматы қаласының, сосын Әуезов ауданының РОВД-сына арыз жібердім. Бәрін жаздым, телефондарын бердім, скриншот жасап, бәрін жібердім. Енді сіздер ренжімеңіздер, сіздер де біздің қазақтың баласыздар ғой. Енді мен өсіп сонша мазалап, неден қорқып отырсыздар, мен білмеймін. Енді мүгедектен қорқатын болсаңыздар, мен білмеймін, басқадан қалай. Сіздер полиция бізді қорғауларыңыз керек. Сол кезде қайда қалдыңыздар? Қаңтар кезінде. Неге бізді қорғамадыңдар?
Ал енді келіп мен мүгедек екінші топ мүгедек адамға өйтіп мені прям терроризировать етіп отырсыздар, қайта телефон шағып. Осымен болды, мен сіздерге айтарым осы. Соны сіздер халық біліп жүріңіздер деп айтайын деп едім. Бар үмітім сіздерде, халық. Сіздерден енді қолдау күтемін. Қолдарыңыздан келгенше деп айтайын. Енді басқа не амал бізде, иә? Біз халықтан қолымызда не келеді? Бір-бірімізді қолдау ғана келеді. Мың алғыс тыңдағандарыңызға.